Тиме байға, асықпа, жүре берші деп айтады менің тұрмысқа шыққан әпкелерім. Өз-өзіңмен саяхатта, білім алып, жұмысыңды істеп, қалағанды жасап, қыдыр, демал, әлі ерте дейді. 25 жас әлі ерте. Өмірлік жар таңдауда асықпай шешім шығару керек. Қашан байға тиесің, отырып қалдың ғой, жасың кеп қалды деген сөздерді естіп, көрінген біреудің етегінен ұстап кеткім келмейді. Менің өзім іштей жан-жақты дайын болғанда, өзімді және өзіме нақты кім керектігін толық біліп қана, және Алланың қалауымен иншалла өмірлік және ақыретім үшін қайырлы жанға тұрмысқа шыққым келеді. Және менің отбасым да маған дәл осылай қолдау көрсетеді. Тұрмысқа шығу мұнша жаста дейтін шаблон жоқ. Әпкем мұншада шықты, жеңгеңнің мұнша жаста баласы болған деген сөздермен қыздардың ішінде үлкен жара қалдырасыңдар. Бір адам 18-де, бір адам 25-де, ал бірі 30-да өзінің өмірлік серігін жолықтыруы мүмкін. Солай бірге дамып, өсіп бір-біріне тірек болуы мүмкін. Сондықтан біздің қоғамға қыздарды тұрмысқа шығуға бет алды асықтыруда және біреудің өміріне араласуды қою керек сияқты. Бәрі өз орнымен, уақытымен және Алланың қалауымен болатынын түсінсек қандай керемет болар еді. Сіз қалай ойлайсыз? Өз пікіріңізді жіберіп қойыңыз.